Армысыздар, Қарашанақ телеарнасының тұрақты көрермендері. Эфирде апталық шолу сөз тізгінде мен Өтепберген Қарасай. Кезектен тыс өткізілер сайлау уақыты жақындаған сайын ауданымыздағы аумақты сайлау учаскелерінде дайындық қыза түсті. Ауданымыздағы аумақты сайлау комиссиясына депутаттық үміткер ретінде 46 адамнан өтініш түскен. Халық үшін, ел үшін еңбек етуге ниет білдірген Белім Бекем буып, өзін-өзі аудандық және облыстық депутаттығына ұсынған ауданымыздың үміткерлерін тіркеу қаңтар айының 20-сынан басталып, 19 ақпанда аяқталған. Мәслихат депутаттығына сайлануға ауданнан бас аяғы 46 адам өтініш білдірсе, оның біреуіне қарсылық көрсетіліпті. Біздің аудандық комиссия 20 қаңтарда құрылды. Бұрыннан келеткен комиссияның мүшелерінің бәрі де. Аудандық комиссияда біздер 7 адамбыз, бір төрағасы мен зам, секретар, қалған 4-еуі жаңағы сол комиссияның мүшелері. Сол 20 қаңтардан бастап 19 ақпанға дейін біздерде 46 адам тіркелді. Сайлауға қатысуға, соның ішінде бүгінгі күні біреуін ғана біздер жаңағы округтық комиссияның шешімі бойынша, онан кейін оны біздің аудандық комиссия қолдап алынып тастады. Ол кісінің алынып тастау себебі мынау налоговыйға декларация тапсырған кезде, сол тапсырған декларациядан расхождение шыққан. Ол кісі біздермен келіспей сотқа беріп, сотта ұтылып қалды. Бүгінгі күні енді біздің ауданымызда қалғаны 45 адам кандидат. Әртүрлі деңгейлі мәслихат депутаттығына ендігі жерде ресми тіркелгені осы 45 үміткер болса, соның ішіндегі 6-ы облыстық мәслихатқа, ал қалған 39-ы аудандық мәслихатқа кандидат болып тұр. Ал республикалық бюджеттен сайлау алды үгіт-насихат додасы үшін 5 миллион 723 мың теңге қаражат бөлінді дейді сайлау комиссиясының төрағасы. Бүгінгі күні енді біздерде қазір басталып кетті. Жаңағы үгіт-насихат жұмыстары біздер аудандық жаңағы біздің газетке бердік. Қай жерде қандай шаралар ұйымдастыратындары, қай жерде олар жаңағы сайлаушылармен кездесетіндері. Бүгінгі күні біздер 100%-ға дайынбыз. Осы 20 наурызда өтетін жаңағы біздің сайлауға бүкіл материалдарының бәрін дайындап қойдық. Сайлау учаскелерінің бәрі дайын. Бүгінгі күні біздің ауданымызда 15 аймақтық сайлау комиссиясы болса, онымен қоса 36 сайлау учаскесі жұмыс жасайтын болады. Соның ішінде биыл адам санының көбеюіне байланысты жаңадан ашылған қосымша тағы бір учаскесі бар. Ол 161 участок болып белгіленіп, номер 5 мектепте орналасқан. 36 жаңа учаскелік комиссияның 23 ауылдарда да 13-ші біздің қаланың орталығында. Енді 15 окружной комиссияның 13-ші аудандық мәслихаттықта, 2-еуі областной, біреуі 4-ші, біреуі 5-ші, біреуі осы біздің Дөңкөл-Торда тұр ауданымыздың, екіншісі жаңа Бөрлендегі техникумда. Бүгінгі күні олардың да жұмыстарының бәрі ойдағыдай жүріп жатыр. Керек материалдарының бәрін біздер бердік. Енді 20 қаңтарға бір 2-3 күн қалды. Бүгінгі күні біздің ауданда 100%-ға біздер дайынбыз. Еліміздің аса маңызды саяси шарасы болар мәжіліс пен мәслихат сайлауын ұйымдастыру мен өткізуде ТМД-дан келіп қатысушы байқаушылардың миссиясы туралы да айта кеткен жөн. Ауданымызға ОБС-ден 2 адам және ТМД елдерінен 5-6 бақылаушы келеді деп күтілуде дейді ұйымдастырушылар. Енді осы сайлаудың өтуіне байланысты ертең біздерге жаңа ОБС жағынан келеді бақылаушылар, оның қасында ТМД елдерінен келеді. Саратовский губерниядан, Самарадан, Орынбордан, олардың ешқайсысына ешкім тыйым салып жатқан жоқ. Келгендерінің бәрі біздерде журналдарымыз бар, жаңағы нөмірлері мен фамилия аты жөнін бәрін жазып аламыз. Енді олар байқаушылар болғаннан кейін қай сайлау учаскесіне барам дейді, қайда қарайым дейді, олардың құқықтары бар. Бірағында олар тікелей жаңа сайлаудың қатысуына араласпайды. Өздері 3-4 метр жерде отырып, бақылауын қарап отырады. Бүгінге дейін бізге ОБС-ден 2-еуі келіп кетті, біреуі Великобританиядан, біреуі Сербиядан. Олар келіп жаңа біздің сайлауға дайындықтарымызды қарап, өздері суретке түсіріп, біздің списоктерімізді алып кетті. Бүгінгі күні біздің ауданымызда 35.736 адам сайлаушы, былтырға қарағанда көптеу. Енді қалған жаңа ТМД елінен келген ОБС-ның жаңа бақылаушылары, олар 20 күні келеді. Олар біздерден сұрамайды, қай учаскеге баратынын, қайда баратынын. Олар өздері қолдарында карталары бар, таңдап алады, мысалы Ақсуға ма, Бумакөлге ма,
барам деген жеріне барады, біздер оларға ештеңе айта алмаймыз. Жедел желі арқылы колл-центрге аты жөнін түгендеп қоңырау шалушылар бар. Өйткені былтырғыға қарағанда халық санының көбеюіне байланысты сайлаушылардың тізімі де аумақтық сайлау учаскелерінің шекарасы да аздаған өзгеріске түсті дейді сайлау комиссиясының төрағасы. Биылғы жылы былтырға қарағанда біздің границаларымыз өзгерді. Сондықтан мысалға былтыр біреу 4-ші школда дауыс берсе, биыл 3-ші школға өткені, оның бәрі мына адам санының көбеюіне байланысты. Біздер 3 мың адамнан асып кетсе, жаңағы сол ауданның тұрғындары, біздер оны бөлуіміз керек. Сондықтан бір 2-3 сайлау учаскелерінде границалардың жаңағы өзгеруіне байланысты халықтар соны келіп сұрап жатыр. Былтыр мен ана 4-ші школда дауыс бердім, биыл 2-ші школда біздер олар түсіндіріп айтып жатырмыз, қай себептен неге екенін. Ондайлар енді болып тұрады. Енді көбіне мынау Березі мен Бестауылынан көшіп келгендер қазір 2 жаңа үйге кірді ғой. Олар да енді қазір ана Березідағы сайлау учаскесінен шығып кетті. Біздер қазір мұнда жаңа учаске кіргізіп, енді олардың үйінің қасына байланысты алысқа бармасын деп 4-ші школға кіргізді. 4-ші школдың ана бұрынғы шет жағында тұрған тұрғындарының бәрін бөтен участокқа аударып жатырмыз мысалға. Мына поликлиникаға қарай, 6-ші школға қарай сондай кішкентай ғана өзгерістер бар. Енді оны біздің халқымыз түсінеді деп білемін енді. Аудандық сайлау комиссиясының төрағасы халық үшін, мемлекет үшін аса маңызды саяси шараның ойдағыдай өтеріне зор сенім білдіріп отыр. Бүгінгі күні біздер бәрін айтып отырмыз, 100%-ға дайындадық деп. 20-сы күні сағат 6-да біздің жаңағы сайлау комиссияның мүшелері келіп ашады. Сайлау беретін орындардың бәрінде 7-тен бастап дауыс береді, кешкі сағат 8-ге дейін. Сағат 8-де жабылады. Сол сағат 8-ден біздер сағат 11-12-ге дейін жаңа санап, протоколдардың бәрін шығарамыз. Партия бойынша, аудандық мәслихатқа, жаңағы облыстық мәслихатқа кандидат депутаттардың сол 12-де біздер белгілі болғаннан кейін жаңа сайлау комиссиясының отырған жеріндегі сайлау комиссиясының төрағасы шығып протоколын іліп қояды. Кім өтті, қанша дауыс алды. Менің ойыммен өткенде президентіміздің сайлауында біздің Ақсай қаласының тұрғындары соның ішінде Бөрлі ауданы өте жақсы көрсеткіштерге жеттік. Өткені біздің халықтың ол көзінің жеткені, қалай жаңа күнде теледидардан газеттен көріп отырмыз ғой. Елдің болашағы осы халықтың қолында. Оны айта берсек, бәріміз де қазір теледидардан газеттен көріп отырмыз. Сербияда, Турцияда не болып жатқандарын, соның ішінде мына біздің Қазақстан елінде қазақ елінің тыныштығы, бейбітшілігіміз, соның бәрін біздің халқымыз дұрыс түсінеді деп ойлаймын. Енді олар өздері келіп бір ауыздан өзінің қалаған адамдарына дауыс беру керек. Қалыптасқан дәстүр бойынша өздігінен жүріп тұра алмайтын, сайлау учаскелеріне келе алмайтын адамдарға олардың өздерінің өтініші бойынша жылжымалы урна беріледі. Осы сайлауға келе алмайтын біздің ауданымызда жаңа мүгедек адамдар бар, қарттар бар. Оның бәрін біздер спискісін алып отырмыз. Біздерде екінші кішкентай не бар жаңағы орны, сонымен жаңа сайлау комиссияларының учаскелік үйлеріне барып дауыстарын алады. Соның ішінде мына бүгінгі күні біздің орталық ауруханада ауырып жатқан адамдар бар. Сосын жаңа мына рободада уақытша жаңағы тексеруде тұрған адамдар бар. Солардың бәрін біздер барып сол жерден дауыстарын аламыз. Оның бәрін біздер қадағалап, толық спискісінің бәрі біздің аудандық избирательный комиссияда бар. Ел болашағы халықтың қолында. Сайлау ел ертеңі үшін аса маңызды саяси шара болғандықтан, бұл сайлауда әр дауыс маңызды. Ал бұл күнгі әрбір сайлау өткізілетін ғимараттың маңында және сайлау күнгі барлық сайлау учаскелерінде әсем сазды әуен шырқалып, кішігірім сауда-саттық орындары ұйымдастырылмақ. Азық-түлік, кондитерлік өнімдері мен тіпті ет сатуды да қарастырып жатырмыз дейді сайлау комиссиясының төрағасы. Раяқ Дәулетова, Дастан Сақтаған, Еламан Қазыбаев, Қарашығанақ телеарнасы. 20 наурыз мәжіліс және мәслихат депутаттарының сайлау күнінің жақын қалғанын ескерсек, әр ауданда дайындықтар күшейтілуде. Біздің ауданның сайлау учаскелерде осы күнге сақадай сай отыр. 20 наурыз парламент мәжілісі мен мәслихаттарын сайлауға байланысты барша өңір қызу дайындық үстінде. Мәслихат депутаты болуға 3000-ға жуық қазақстандық үмітті. Біздің ауданымызда да осы күнге жан-жақты әзірленіп, сайлау учаскелері көрсетіліп, халыққа таныстырылып жатыр. Құрметті сайлаушылар, сіздерге жаңадан ашылған 161-ші сайлау учаскесі жөнінде қысқаша тоқталып өтуге рұқсат еттіңіздер. 2015 жылы
аудан әкімшілігі көші-қон полициясымен бірлесе отырып сайлау тізімдерін анықтау барысында аудан ішінде 29.700 сайлаушылардан 35.000 сайлаушыға дейін өскен. Қазақстан Республикасының сайлау туралы конституциялық заңының 23 бабының 2 тармағына сәйкес әр сайлау учаскесінде сайлаушылар тізімі 3000 адамнан аспауы тиіс. Сондықтан Батыс Қазақстан облыстық сайлау комиссиясының төрағасымен 2015 жылдың 19 қазанында номер 13 қаулысы шыққан. Сол қаулыға сәйкес Ақсай қаласы бойынша жаңадан 161 сайлау учаскесі ашылды. Елімізде өтетін ең үлкен сайлау науқаны барша елдің маңызды оқиғасына айналмақ. Әр сайланатын депутат өзі сайланған округі бойынша еңбек етпек. Сайлау учаскесіне барсаңыз, сізге барлық жағынан хабар берілмек. Номер 161 сайлау учаскесінде өздерінің аймағына қарайтын сайлаушыларға өз учаскелерін таныстырып, сайлау күнінің маңызына тоқталды. Жалпы сайлау учаскесінің шекарасы юбилейный көшесінен бастап темір жол торабына дейінгі арадағы үйлер мен көшелерді аумағын алады. Толығырақ ақпаратты сіз 20191 немесе 20352 нөмірлері арқылы колл-центрдан біле аласыздар. Сайлау учаскесінің орналасқан жері номер 5 орта мектеп. Елдің қамын ойлап, қам қарекет қылып, депутат деген аталып, халықпен біте қайнасуға, кәсіпкері де, ұстаз да, спортшы мен әнші де қарбаласып жатқаны рас. Бастысы елдің мұң-мұқтажын ойлап, ауданның әлеуметтік, экономикалық бағытын қарқынды дамуына жұмыс жасайтын жандар көп болсын. Елдің ертеңіне бейжей қарамасаңыз, сізде сайлауға келіңіз. Өтепберген Қарасай, Арман Құсайынов, Еламан Қазбаев, Қарашығанақ телеарнасы. Сайлау ел ертеңі үшін аса маңызды саяси шара. Сайлауда әр дауыс маңызды. Мәжіліс пен мәслихат сайлауында дауыс беруші халық наурыз айының 20-сына өздері белгіленген жергілікті учаскелеріне барып, өз дауысын қалаған кандидаты мен партиясына береді. Ал ауданымыздың тұрғындары сайлауға түгелдей дерлік қатысуға дайын ба? Уақыт және заман талабына сай биылғы жылғы депутаттар сайлауы мерзімінен бұрын, сондай-ақ бірден мәжіліс, сонымен қатар әртүрлі деңгейдегі аудандық және облыстық мәслихаттар сайлауымен қатар болады. Сондықтан да биылғы өтетін ерекше сайлауымыз елдегі жаппай қызу дайындықпен басталды. Өйткені сайлаудан кейінгі өміріміздегі орын алар үлкенді кішілі өзгерістер, ел тағдырына әсер етер адам қолымен жасалатын зор мүмкіндіктерге дем берер күштерге барлығымыз сенім артып отырмыз. Қазірде ауданымызда мәжіліс пен мәслихат сайлауында дауыс беретіндердің тізімі жасақталып, тұрғылықты мекен жайы бойынша тіркелген тұрғындар саны белгіленді. Ал ауданымыздың тұрғындары сайлауға түгелдей дерлік қатысуға дайын ба? Сайлау болады деп жатыр ғой енді 2016 жылы. Қатысамыз әрине. Өздері енді біздің өзіміз Пепел ауылында тұрамыз, разъезінде. Өздері келіп алады. Сайлауға қатысамыз. Сайлауда не күтесіз? Сайлау күтпейден Сайлауда енді Қазақстанымыз тыныштық берсін дейміз, тыныштық болсын дейміз, еліміз аман болсын дейміз, сол тілейтініміз. Жұмыс болсын. Сайлауға барам, Нұр Отан партиясына дауыс берем. Болашақта өзімнің өмірім үшін Қазақстан жақсылық болсын деп. Әрине барам, Қазақстанның болашағы үшін барады. Сайлау үшін барамыз, депутаттарды. Сайлауда не күтесіз өзіңіз болашақта? Жарқын болашақ күтеміз ғой, енді болашақта бәрі. Не күтеміз? Қандай кісілерді сайланғанын қалар едіңіз? Қандай кісіге дауыс берер едіңіз? Адал болса елге, тыныштық болсын елімізде, сол үшін сондай кісілерге дауыс береміз. Сайлауға дауыс беру үшін келу керек. Мысалы, әр адам өзіне дейтін қалаған адамына дауыс бере алады. Енді әр адам өзінің қалаған адамын өзінің жоғары дауыс беріп, сол қалаған адамына дауыс бергенін қалаймын. Өзім осымен екінші рет дауыс бергелі тұрмын. Мен де өзімнің қалаған адамыма дауыс бере аламын. Сұрау салған көпшіліктің ішінде сайлау додасына түсуге тілек білдіріп, депутаттыққа өз кандидатурасын ұсынып, өтініш берген сайлаушылармен және олардың бағдарламасымен әлде таныса қоймаған айтқан кісілер де табылып қалып жатты. А кого выбирать-то? А вы не знаете, кого выбирать, да? Ну, газет последний не читал сейчас,
Не, наверное, не знаю. За хороших людей будем голосовать. Правда. Идете, да? Идем. То потом, сейчас, я говорю, последнюю газету не читал. Халықтың сайлауға не үшін бару керектігі түсінікті. Біз сайлауға біреу үшін емес, әрине өзіміз үшін. Өз еліміз бен отан, отбасы, балашаға болашағының жарқын белестеріне жол салу үшін барамыз. Осы жолда аянбай еңбек етуге, өз білім мен күшін халық жолына сарп етуге дайын ел адамдарына өз даусымызды беру үшін соларға үміт артып барамыз. Мұндайда халық тілегі де қалауы да бір жерден шығар анық. Депутатқа халықтың жағдайын түсініп, халыққа көмектесетін, яғни халықты уайымдап, мысалға әр нәрсені халықтың көңіліне қарап істейтін адамдар болғанын қалаймын. Депутаттықтың екінің бірінің қолынан келмейді, ол оңай нәрсе емес. Осындағы қыруар халықтың барлығы осы. Депутаттың өзінің жағдайын халыққа қарау үшін сайлау береді, дауыс береді, яғни кез келген адам ол депутаттық бола алмайды. Оның мойнында үлкен жүк бар, яғни. Иә, әрине қолынан іс келетін, сөзі өтімді өтетін. Қандай депутаттардың келгенін қалар едіңіз? Халыққа жақсы жағдай жасайтын сондай кандидаттарға. Өзінің уәдесінде тұратын депутаттар сайланса екен деп ойлаймыз енді. Мәжіліс пен мәслихат сайлауында дауыс беру сайлау күні наурыз айының 20-сында сайлау учаскесіндегі дауыс беруге арналған ғимараттарда жергілікті уақыт бойынша сағат 7-ден кешкі 8-ге дейін өткізіледі. Айта кету керек, азаматтар мәжіліс және мәслихат депутаттарын сайлауға қатысу үшін міндетті түрде әркім тұрғылықты мекен жайына қатысты учаскелеріне баруы қажет. Рая Даулетова, Арман Құсайынов, Еламан Қазыбаев, Қарашығанақ телеарнасы. 14 наурыз еліміздің батыс өңірі асыға күтетін күн. Ағайын мен бауырды бір-біріне жақын қылып, амандық саулық сұрасатын осы бір мейрамның маңызы ерекше. Қаламыздың жалынды жастары көрісу күн тасада қалдырмай, тұрғындарды құттықтап дидарласып қайтты. 14 наурыз көрісу мейрамы. Көрісу күнде халық қыстан аман есен шыққанына қуанып, бір-бірімен қол алысады. Таң сібірлесіп атысымен көрісу мерекесін асыға күтіп отырған әр отбасы алдын ала дайындалып қойған дастархан жаяды. Міндетті түрде бауырсақ пісіріп, дастарханға тәттісін қосып, үйіп қояды. Отбасының кішілері үлкендерге қос қолын беріп, көрісіп шығады. Бір-біріне бір жасыңмен дейді. Ол бір жасқа есеуіңмен, осы жылға аман есен жетуіңмен дегенді білдіреді. Содан кейін әр отбасы көршілермен көріседі. Жас кіші отбасы мүшелері жас үлкен жанұяларға кіріп көрісіп шығады. Міндетті түрде әр адам үш үйдің есігін ашуы керек. Яғни түске дейін үш үйге кіріп көрісіп үлгеруі керек. Кішкентай балаларға аналары шағын пакет ұстатып қояды. Бала қай үйге көрісуге кірсе, сол үйдің дастарханынан ауыз тиіп, бауырсақ тәттілерден пакетіне салып алады. Қазақ қашанда дастархан айрықша қастерлеген. Бұл жоралға жыл бойы балаларымыз тоқ жүрсін, дастарханымыз аралас болсын, қарым-қатынасымызға сызат түспесін деген ниеттен туған. Осынау мерекені тойлап, қала халқына жылы лебіздерін білдіру мақсатында жастар ресурстық орталығы мен жастар мәслихатының жастары көшеге шығып, шағын шара ұйымдастырды. Көктем мерекесіндегі мерекелердің бірі көрісу күні болып табылады. Бүгін міне жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталығы ұйымдастырған оқушылармен және еріктілер тобымен біздің қаламыздағы қала тұрғындарының көп шоғырланған жерлерге шықтық. Бүгінгі акция қолымда ал деп аталады. Бұл акцияның мақсаты осы мерекені насихаттау, үгіттеу болып табылады. Яғни жалпы бұл мереке ертеден тойланып келеді. Яғни қыстан аман шыққан қонақтарға, туыстарымызға барып аман саулығын білу болып негізі болып табылады. Сол мақсатта да біз осы мерекені қала тұрғындарымен бірге тойламақшымыз. Біреуге реніші бар адамдар бұл күні өкпесін ұмытып, ренжіскен адамына кіріп көріседі. Сөйтіп арадағы суық қарым-қатынастың жібі үзіліп, көрісу күні адамдар бір-бірімен қайта табысады. Көрісу күні кіріп шықпаған жас кіші туған туысқан, көрші қолаңға жас үлкендер көрісіп шықпады деп ренжиді. Сондықтан бұл күні әр адам мүмкіндігі болса, бүкіл ауылдың табалдырығын аттап шығуға тырысады. Бүгінгі күні Қазақстанның батыс аймағына берік орныққан бұл дәстүр жыл сайынғы жергілікті халық сағына күтетін бірден бір салт болып отыр. Бұл күні бауырсақ тәттілерді оқушылар мен мұғалімдер мектепке де апарып береді. Көрісіп болған әр адамға тамақ үйлестіріліп, бір жасыңмен деген тілек айтылады. Ауданның жалынды жастары да бұл күннің ерекше күн екенін естен шығармақ емес.
Біз бүгін 14 наурыз күні көрісу күніне орай Ақсай қаласының жастар мәслихаттарымен және жастар ресурстық орталығымен бірігіп, осындай мейрамымыздың ұмытылмауына және қарттарымыз біз үшін риза болсын, яғни жастарға көңілдері толсын деген мақсатпен бүгін көшеге шығып, көрісіп, барлықтармен амандастық және бүгінгі күн өте көрісу күніне орай да, ауа райы да тамаша болып тұр. Сондықтан жастардың барлықтарын осындай шараларға атсалысуына шақырамыз және бүгінгі күн жақсы өтуде деп айтқым келеді. Таң лебімен, таң атысымен қазанда бұрқырап пісіп жатқан бауырсақтың иісі көрісу күнінің белгісі іспетті. Әр үйдің үлкендері оянып, дастарханды толтырып, көрісіп шығатын бала-шағаны күтіп отырады. 14 наурыз күні күн шыққанда есігі ішінен құлыптаулы тұрған үй болмайды. Бәрінің есігі ашық, үйі жинаулы, дастарханы мол болып тұру керек. Осынау халықта ауызбіршілікке, елдікке, рақымшылыққа шақыратын мерекені алдыңғы толқын ағаларымыз да естен шығарған емес. Ал енді мереке бәрімізге ортақ қой. Бұрын қазақта айтатын еді 23 февраль деп. Біздің қазақ немізде 14 март. Нағыз наурыз мейрамы. Өзіңіз бұрыннан тойлайсыз ба осы мейрамды? Тойлаймыз ғой, шайлап. Пенсионерлер тойлайды ғой, шайлап. Қандай тілегіңіз бар жалпы тұрғындарға, халық? Тұрғындарға денсаулық тілеймін, семьясына аман болсын, дендері сау болсын, жастарымыз аман болсын. Көрісу күні алысты жақын қылып, жақынды бауыр қолатын күн. Адамдар арасындағы ізгілік пен мейірімділікті дәріптейтін күн. Ақсақалды қарияларымыз бен ақ жаулықты аналарымыздан ақ бата алатын күн. Жүзігің алтын болғанша, жүзің жарқын болсын деп жатады. Бастысы бірімізге жайдары болмысымызбен, жылы шыраймен қарап жүрейік. Өтепберген Қарасай, дастан сақтаған, Еліман Қазыбаев, Қарашығанақ телеарнасы. Қаламызда гір спортынан жасөспірімдер мен жастар, қыздар және ардагерлер арасында Қазақстан Республикасының біріншілігі өтуде. Жан-жақтан келген 200-ге тарта спортшылар өз күштерін көрсетіп, алдағы уақытта елімізбен алыс жақын шет елдерде өтетін жарыстарда бақ сынамақ. Сәні мен салтанатымен басталған додаға аудан басшысы да келіп, спортшыларға сәттілік тіледі. Қаламызда гір спортынан жасөспірімдер мен жастар, қыздар және ардагерлер арасында Қазақстан Республикасының біріншілігі өтуде. Жан-жақтан келген 200-ге тарта спортшылар өз күштерін көрсетіп, алдағы уақытта елімізбен алыс жақын шет елдерде өтетін жарыстардан бақ сынамақ. Сәні мен салтанатымен басталған додаға аудан басшысы да келіп, спортшыларға сәттілік тіледі. Құрметті жарысқа қатысушылар, қонақтар, Бөрлі жеріне қош келдіңіздер. Баршамызды Бөрлі ауданда тұңғыш рет өтіп жатқан гір спортының Қазақстан Республикасы чемпионатының ашылуымен шын жүректен құттықтаймын. Біздің еліміз қашанда өзінің спорттық дәстүрлерімен даңқы шыққан ел. Ал тәуелсіздік алғаннан бері мемлекет басшысының қолдау еліміздегі спорттың дамуына ерекше серпін берді. Осындай қамқорлық өз нәтижесін беріп, қазақстандық спортшылар соңғы жылдары түрлі деңгейдегі жарыстарға жеңіске қол жеткізуге зор мүмкіндіктерді алды. Осыған орай біздің ауданымызда спортты дамыту үшін көптеген қажетті жағдайлар жасап келе жатыр. Елімізде спорт саласына қолдаулар жетерлік. Осыны сезінген спортшылар да көк байрағымызды желбіретіп жүр. Әлем біріншіліктері мен олимпиадаларда ел спортшылары толағай табыстарға кенеліп, намыс жүгін құлатқан емес. Соңғы жылдары гір спортына қызығушылық артып, осы спортты таңдағандар қатары артып келеді. Әр аймақта ел ішілік біріншіліктері оздырылып, мықтылар мен жүйріктер анықталуда. Ақсай қаласында өтіп отырған бұл жарысқа аудан спортын тізгіндегендер барынша дайындалып, жоғары деңгейде өтуіне мүмкіндік туғызып отыр. Біздің Бөрлі ауданында, Ақсай қаласында осы чемпионат республика Қазақстан гір тасынан өтіп жатыр.
Осы біздің ауданымызда бірінші рет өтіп жатқан республикалық чемпионатымыз. Енді соған келген қонақтарға бәріне қош келдіңіз деп айтамыз. Осы жарысымыз енді ойдағыдай жақсы болып өтіп жатыр. 160-тай спортшылар қатысып жатыр осы жарысқа. Гір спорты циклдық спорт болып табылады. Белгіленген уақытта тұрып көбірек көтерген адам жеңімпаз атанады. Басқа спорттан ерекшелігі әр адамның жекелей додаға түсіп қана қоймай, мықтылығы мен ептілігін көрсетіп, барынша шапшаңдықта қосу. Гір спортының дамуына атсалысып, спорт жанашыр болып жүрген жандар спорттың осы бір саласының жылдан жылға дамып келетінін айтып, жарыстың маңызына тоқталды. Батыс Қазақстан облысының жерінде Ақсай қаласында Қазақстан Республикасы чемпионат өтіп жатыр. Бұл іріктеу жарысы. 4 жарыс жас дәрежесі бойынша жасөспірімдер, жастар және қыздар, сосын ардагерлер арасында. Бұдан әлем және Европа біріншілігіне қатысуға жолдама алады. Сол үшін осында біздің кең байтақ Қазақстан түкпір-түкпірінен ең кілең мықты деген атлеттер, спортшылар келіп, осында 2 күн жарыс болады сіздерде. Жарысқа Астана қаласынан бастап, әр облыстың спортшылар жоғары дайындықпен келіп, жеңіске жетуге талпынуда. Әр спорттың өз қиындығы бар екені белгілі. Осы тұрғыдан алғанда, гір спортын таңдаған жастар да өздері таңдаған салада белгілі жеңістерге жетіп, аймағының намысын қолдан бермеуде. Осы жарысқа жоғары деңгейде дайындалып, үлкен додаларда жүлдеге ілініп жүрген жас спортшының бірін сөзге тартқан едік. Батыс Қазақстан облыстық құрама командасының атынан шығып тұрған Жайымбай, жаста 73 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсеттім. Тренерім Мұрат Қолғанатұлы осы гір спортымен айналысқан 7 сыныптан бастап айналыса бастадым. Айналысқаныма 7 жылдай уақыт болды. Осы 7 жылдар арасында 3 рет Қазақстан Республикасына қола жүлдегер атандым. Ел жұрт алып компаниялар мен қазба байлығымен танитын Бөрлі ауданы бұл күнде еліміз бен шет елдерде бақ сынап жүрген спортшылармен де танылып келеді. Осындай жарыс өткізіп, жан-жақтан спортшылар тарту аудан жастарының да спортқа, соның ішінде гір спортына қызығушылықтарын арттырмақ. Басқа облыстың гір спортын тізгіндегендер жарыстың жоғары деңгейде өтіп жатқандығын айтып, ұйымдастырушыларға алғыстарын жаудырды. Ақсай жерінде бірінші рет Қазақстан Республикасының чемпионаты өтіп жатыр. Мен өзім Ақтөбеден келдім. Ақтөбенің аға тренерімін гір спортынан. Мына Ақсайда Исатай деген інім істеп жатыр. Ол деген 2010 жылы Ақтөбеде пединститутқа түсті. Сонда Ақтөбе келіп маған қатысты гір спортынан. Сол гір спорттың арқасында мұнда келіп жұмыс істеп, міне Қазақстан Республикасының чемпионатын өткізіп жатыр. Менімше бұл өте жақсы дайындық. 2 күн бойы өздерінің білек күштерін көрсетіп, жеңімпаз атануға ұмтылатын спортшылар аянып қалмасы анық. Басты шын жүйріктері анықталып, толағай табыстарға жете берсін. Өтепберген Қарасай, Арман Құсайынов, Еламан Қазыбаев, Қарашығанақ телеарнасы. Наурыз мерекесіне орай номер 6 жалпы білім беретін орта мектебінде спартакиада болды. Ұлттық ойындарымыз насихатталған сайысқа мектеп оқушылары қатысты. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесі қарсаңында мектептің жоғары сынып оқушылары арасында спартакиада оздырылды. Құрлық атаулармен аталған командалар алдымен өздерінің топтарын таныстырып, құрлық атауларына да тоқталып кетті. Сонымен бірге өнерлерін ортаға салып флешмоб ұйымдастырды. Осы сайысты қолға алып, оқушылардың спортқа құштарлығын арттырып, Наурыз мейрамын тойлау мақсатында өткізіліп отырған дода туралы мектеп басшылығы былай дейді. Бүгін мектебімізде ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесіне орай жоспарға сай ұлттық ойындардан Спортландия 2016 атты спорттық жарыс өтіп жатыр. Бұл спорттық жарыстың
мақсатты оқушыларға ұлттық ойындарымызды насихаттау, ұлттық ойындар отансүйгіштікке, ұлттық тәрбиеге бағыттау мақсатында ұйымдастырылып отыр. Бұның ішінде спорттық ойындардың ішінде асық ату, асық ойындары, арқан тартыс сияқты ұлттық ойындардың түрлері енгізілген. Негізінен 8-10 класс оқушылары қатысып отыр. Әрбір командада 5-6 оқушыдан бүгінгі жарысқа 40 оқушы қамтылып отыр. Наурыз мерекесі қарсаңында әр оқу орындарында ұлттық спорт пен ұлттық өнерімізді дәріптейтін шаралар көптеп өткізілетіні белгілі. Халқымызбен бірге жасасып келе жатқан мейрам қарсаңында мектеп ұстаздары мен оқушылары да ұлттық ойындарды ұлықтады. Асық ойыны, арқан тарту бұл күні де тасада қалмай сайысқа көрік бергендей. Спортты серік етіп, бүгінгі сайысқа аса жауапкершілікпен қарап, өз командасын алға сүйреп жүрген қатысушылар да бұндай жарыстар спортқа қызығушылығымызды арттырып қана қоймай, ұлттық спортты танып білуімізге де ықпал етеді дейді. Бүгінгі жарыс өте тартысты өтіп жатыр. Әрбір команда жеңіске өте қатты дайындалып келген. Біздердің командада Африка командасы өте жақсы дайындалдық. Жеңіске деген үмітпен алға тырысудамыз. Бұндай жарыстар біздің мектепте жыл сайын өтуде, тағы да алға қарай өте берсін деп тілеймін. Командалық және жекелей де топқа түскен қатысушылар аянып қалмады. Бастысы спортқа, соның ішінде ұлттық спортқа деген қызығушылығы жоғары жастарды көрдік. Өтепберген Қарасай, Арман Құсайынов, Еламан Қазыбаев, Қарашығанақ телеарнасы. Осы апта осындай жаңалықтарға толы болды. Келер аптада кездескенше әр күніміз шуақты, ұрпағымыз қуатты болғай. Аман, сау болыңыздар.